Есігі тар шабылғандай мәңгі қара тозақтың, аспанымда айналып тұр, аймалап тұр ғажап күн, бостандықтың орнайтынын бодан болып жүріп ақ, сезген екен шәмшісі мен жұмекені қазақтың. Халық ақыны Әселхан Қалыбекова жырлағандай, қазақтың қос тұлғасының ниеті сол кезде ел үшін саф, таза болған екен. Өйткені қаншама жылдардан кейін шәмшінің әні халқының әніне айналды. Тәуелсіз еліміздің гимні болды. Біз 30 жылда көптеген бағдармен бет алып, қаншама белестерді бағындырдық. Жеткен жетістігіміз де көп. Бүгінгі мерекелік хабарымызда өткеніміз бен кеткеніміз, келеріміз бен болашағымыз туралы әңгіме қозғаймыз. Арна қосулы болсын. Айналайын қасиетіңнен байтақ далам, ырысың мен ынтымағың жайқалмаған. Жайдусарың жасыл белін той-тойлаған, көкпар тартып бәйге шауып пай-пайдалан. Туған елім ай, дархан жерім ай. Қазақстаным ата мекенім, мақтанып сені атап өтемін. Жүректе өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенсің. Бұл даланы қорғап қалған қайсар бабам, батырлары қас дұшпандай тайсалмаған. Бабаларым ай, бабаларым ай. Ақ жолықты, ақ ниетті байсалданам, абыздарын ақсақалын жайсаңдаған. Шешендерім ай, көсендерім ай. Қазақстаным ата мекенім, мақтанып сені атап өтемін. Жүректе өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенсің. Қазақстаным ата мекенім, мақтанып сені атап өтемін. Жүректе өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенсің. Қазақстаным ата мекенім, мақтанып сені атап өтемін. Жүректе өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенсің. Қазақстаным ата мекенім, мақтанып сені атап өтемін. Жүректе өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенсің. Армысыздар, қадірмен студия қонақтары. Ең алдымен сіздерді
еліміздің тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз. Бұл біздің қазақ үшін өте үлкен маңызды да өзінің орны бар ресми мерекеміздің бірі. Момбек аға, әңгімені сізден бастайық, тарихшысыз ғой. Өйткені тәуелсіздік дегенде тарих міндетті түрде айтылады. 1991 жылдың 16 желтоқсаны қазақ үшін жаңа бір атқан таң сияқты болды. Тарих жолымен осынау күннен алыстаған сайын оның бір бағасы да, мәртебесі де өсіп келе жатыр. Жалпы сіз үшін тәуелсіздік ұғымы, тәуелсіздік құндылық дегеніміз не? 1991 жылдан дейікші. Біз енді 31-32 жасар жігітпіз ғой сол кезде. Содан бері мен атқарған жұмыстарымның барлығы осы тәуелсіздіктің арқасында істесті. Себебі қазақтың, әсіресе оның ішінде оңтүстік қазақтарының, оңтүстік қазақтары болғанда осы үш облыстың, Ташкентпен естесек, Алматымен естесек, 5 облыстың тарихы шартты түрде оңтүстік Қазақстанға жатады ғой. Сондағы қазақтардың осы соңғы 5 ғасырдағы тарихын бұрыннан жинап келе жатқан әрине Совет үкіметінің уақытында, бірақ іске асырып соны жарыққа шығару осы тәуелсіздік жылдары іске асты барлығы. Мен тәуелсіздік үшін, осы тәуелсіздікке сол үшін ризамын. Мысалға, көптеген адамдар көпшілік білмейтін тарихтың шаңына, уақыттың шаңына көміліп қалып кеткен барлық деректерді бері қарай шығардық. Қазіргі жастардың ұғымына сай етіп жаздық. Ата-бабамыздың жүрген жолдарын бәрін көрсеттік. Енді сол жолда мен, мәселен, 5 тарихи роман жаздым, 200-ге жуық ғылыми мақалалар жаздым. Содан кейін қазір енді бір іргелі еңбектердің бірі 4-5 ауданның тарихын және Шымкент қаласының тарихын жазып шықтым жеке өз алдына. Енді осылардың барлығы мен тарихшы ретінде әрі жазушы ретінде айтарым, тәуелсіздікті маған берген үлкен сыйы осы болды. Қазақ халқы қанмен келді, анамен келді, мынамен келді, талай жылдан аңсаған арманымыз еді деп айта берсек, оның бәрі жаттан сөз. Одан да бүгін ортада бүгінгі әңгімені, тәуелсіздіктің жылдары атқарылған әңгімелерді мысалға мен қарап отырмын. Қазір осы жерде енді облысқа белгілі адамдар отыр, Кәрим Оралов отыр, бүкіл республикаға белгілі ақын, анау жас жігіт IT саласында тәуелсіздіктің құрдасы. Тәуелсіздіктің құрдасы тағы. Енді менің осы балаға сұрағым бар мысалға. Біз IT бағдарламасында біздің жастар тәуелсіздік жылдары әлем таңғалатын болмаса жұрт қолданатын бір бағдарламаларды ойлап тапты ма? Жоқ, әлде сендер шетелдіктер ойлап тапқан бағдарламаларды бізге таратушыларсың ғана ма? IT жаңа программадан ойлап тауып жатқан жаңадан бағдарламалар. Неге солар жоғары көтермейміз? Неге соларды марапаттамаймыз? Азиз, енді әлгіндегі сұраққа жауап бересіз ба? Тәуелсіздіктің құрдасысыз, тәуелсіздікте көп мүмкіндіктер болды, әлі де болып та жатыр, иә? Сіздер енді былай айтқанда жаңа бас, жаңа миысыздар. Бұл кісінің айтып отырғаны шынында да рас сияқты. Белгілі жақсы бір бағдарламаларды, мүмкін әлеуметтік желіде пайдаланатын түрлі нәрселер болуы мүмкін. Ойлап шығарылып жатыр ма шынында? Ең алдымен осы келе жатқан тәуелсіздік күнімен, мерекесімен құттықтаймын келіп тұр баршаңызды. Және де осы тәуелсіздіктің құрдасы ретінде, IT саласы маманы ретінде осы бағдарламаға шақырымдар үшін үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр. Ал енді сұрағыңызға жауап беру бойынша, әсіресе осы IT саласы біздің Қазақстанға ол жаңа салалардың бірі болып келе жатыр. Шын айту керек, біз осы кәсіпті бастаған кезде, қазір кезде өзім әркете кәсіпкермін, IT кәсіпкермін. Біз 2013 жылдан бастап осы салада жұмыс істеп келе жатырмыз. 2016-2017 жылдардың өзінде де біз IT десек, көбісі біз мынау картридж ауыстыратын балдар деп ойлайтын еді, немесе принтер жөндеп бер дейтін балдар деп ойлайтын еді. Бірақ осы пандемия келді. Пандемия кезінде IT қандай көмек көрсеткенін онлайн жұмыс істеуге көптеген үлес қосты. Біздің өзіміздің мынау компаниямызда бір қатар IT шешімдер істегенбіз. Түркістан қаласында блокпост болып, барлық қала жабылған кезінде біздің Amazing Түркістан дейтін мобильдік қосымша арқылы көптеген кәсіпкерлер өздеріне клиенттер тапты. Қала жабық, бірақ қандай Glovo дейтін ондай система болмады ғой жүйе. Біздің осы Amazing Түркістанда сол Glovo'ның альтернативасы. Тіптен сол карантин кезінде нанды да алдыра алмай қалатын кез болды ғой. Дәрі-дәрмектер өте үлкен сұрақ болды. Бір-бірін осы таба алмай жүрген кезде сол қосымша арқылы халықтың өзі бір бағыттан, екінші жағынан әкімшілік тарапынан бірігіп, шынымен де көрінді сол кезде қазақ еліміз бірге осы жұмыс істейді. И сол кезде сол дәрі-дәрмектер бір-бірімізге тауып жүрген сол қосымша арқылы. Дәл осы пандемия біздің қазақ үшін үлкен бір қасірет болды деп айтамыз, бірақ оның да өзінің беретін жетістігі, яғни
дәл осы саланың дамуына үлкен үлес қосты дейміз, иә? Іске асқан жаңалықтар. Иә, іске асқан жаңалықтар деп айтуға болады. Әлгінде Момбек аға, сіздің сөзіңізге мен тағы да бір сауал қойғым келіп отыр. Тәуелсіздіктен кейін мен өзім көптеген кітаптар жаздым, маған мүмкіндік болды деп отырсыз, иә? Ал тәуелсіздікке дейін бұрынғы Совет үкіметінде шынында да жазушылардың өзіне бір қойылатын талаптар болатын, қойылатын тоғандар болатын, мына нәрсені жазуға болады, мына нәрсені жазуға болмайды деген секілді. Осыған тоқталайықшы. Мен әр уақытта, әсіресе сол кеңес үкіметінің уақытында ағысқа қарсы жүзген адам. Ол кезде мынау Қабыл жақсы біледі. Шежіре деген ешкім ауызға алмайтын. Иә. Мен 20 жыл шежіре жинадым, сонда ел-елді аралап. Сонда талай адам күлген маған. Бұл өлетін бала мола қарай жүрген, не іздеп жүрсің өзі деп. Кейін сен 90 жылдан кейін қарасаң, бәрі шежіресі болып қалыпты солардың. Ал енді сол жылдарда мен осы қазақтың тарихын жинадым, әлі ашылмайды. Оны мен енді ойлаған да жоқпын да, тіпті ол жазылады деп ол кезде бір тәуелсіздік аламыз деп бір әйтеуір соған Құдай жол салған шығар. Ал енді бір жақсы жері Совет үкіметінің уақытында, саған сұрағыңа айтайын. Совет үкіметінің уақытында жазушыларға бір талап болатын. Иә. Ол жерде таланттар іріктелетін. Оны мойындау керек. Бір мақала, бір кітап шығу үшін қанша нәрседен өтетін. Сондықтан таза әдебиет дүниеге келетін еді. Жақсы ол. Сонан кейін еңбек қатты еленетін. Жазушылар кедей болды деп кім айтты Совет үкіметінде? Ең бай адамдар туды. Қазір жазушылар ең кедей адамға айналды. Әлі де табысы бар ғой. Ал енді қазір бірден жариялық туды. Қазір тақпақ шығаратын да ақын, мысалға. Мақала жазғыш жазушы. Сөйлемнің не екенін білмейтіндер жазушылар одағынан өтіп алды. Көбісі енді бір айтсаң ұят сияқты да. Ал енді бірақ Совет үкіметінің уақытында жастайдан тәрбиеленетін. Мысалға 20 жасымызда, 18 жыл, 17 жасымызда біреу мақала жазып апарсақ, ана кісілер сынайтын, бізді айтатын, ұрсып айтатын, нұқып айтатын, сен мына жер деп сонда бәрі бас шұлғып, соған көнуші. Қазіргі жастарға көбінесе бір өлең жазып әкеледі, алдыма мен айналайын, мынаны былай қылып десем, туылайды келіп, енді бір бәрі сондай. Ол енді тәуелсіздіктің беріп жатқан еркіндігі шығар деп. Еркіндігі дейміз. Қабыл аға, кез келген елдің тәуелсіздігі мен демократиялық құндылықтарын айқындайтын басты құжатымыз бұл біздің ата заңымыз. Әлбетте. Айтыңызшы, ата заң бүгінгі тәуелсіздіктің тірегі деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Енді шынын айту керек, сол алғаш еліміз егемендік алған кезде жұрттың бәрі абдырап, енді әрине қатты қуандық. Мынау енді тәуелсіздік деген тәтті сөз, оған тәтті ұғым, оған тәубе еттік. Шын мәнінде енді ойлағанымыз, енді тарихымыз, әдебиетіміз, мәдениетіміз, әсіресе туған тіліміз дамиды. Енді бұрынғыдай кемтіл емес тең тіл болады деп осы бағытта жұмыс істедік қой. Бірақ дегенмен сол өздеріңізге белгілі 95 жылы бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының Конституциясы, ата заңымыз қабылданды. Енді сол заң көп нәрсені реттеді. Сол заңның арқасында енді мен қазір сот билігінде қызмет істеп жатқаннан кейін сот билігі туралы тоқтала кетейін. Шын мәнінде біз енді осы ата заңда жаздық қой, биліктің 3 тармағы деп. Енді атқарушы билік, заң шығарушы және сот билігі деп. Алайда сот билігі сол атқарушы биліктің құзырында болды. Өйткені әділет министрлігіне бағынды. Ал әділет министрлігі ол үкіметке бағынды. Осының барлығы сол біздің ата заңымыз қабылданғаннан кейін 2000 жыл желтоқсан айында еліміздің енді сот жүйесі деген жаңа заң шығып, конституциялық заң. Соған байланысты судьялар, жалпы соттар осы атқарушы биліктен толық жаңа енді оған өз алдына бір билік құрып, яғни одан кішкене құтылғандай болды. Дегенмен енді әлде де сол материалдық техникалық жағынан тағы да басқа кейбір қажеттілікке байланысты әлде де сұраныс бар. Міне осыдан жақында ғана тағы да бір заңдарға өзгеріс мен толықтырулар енгізіліп, енді еліміздің соттарының бюджеті де жеке дара, яғни үкіметке тәуелді болмайды. Яғни мысалға сол 0,01 деген не бар, өзі бағана бар. Сол бойынша 6,5% соттарға бөлінетін болды, яғни елдің бюджетінен де. Содан кейін енді бұрынғыдай қайта ай сайын, жыл сайын барып, бюджетті нақтылап алатындай жағдайдан арылдық. Енді осы жерде бір сауал қойғым келіп отыр. 30 жылдың ішінде біздің ата заңға көптеген өзгертулер мен түзетулер енгізілді ғой. Десек те көптеген зерттеушілердің пікірінде біздің заң 50 үздік конституциялық қатарына қосыла алмайды екен. Бұған не деп айтасыз? Енді әрине, өкінішке қарай 30 жылдың ішінде қанша түзетулер болса да,
біз сол елуліктің қатарына кіре алмайды екенбіз. Кейбір мәселелер қамтылмай қалғаны рас. Мысалы енді алғаш кезде сол алқабилер туралы. Енді алқабилер деген енді халықтың да сол сот билігіне араласатын жағдайы ғой. Сондықтан да соны 98 жыл заңға түзеткен кезде, кейін 2007 жыл заңда тағы да мынау санкция деген тек прокурор беретін. Қамауға, тұтқынға алуға, енді осы алғаш кезде. Соның барлығы да 2007 жылдан бастап сот жүйесіне өтті. Одан кейін енді әртүрлі бізде конституциялық заңдар бар. Соған байланысты, егер конституциялық заң сайлауға байланысты, президентке байланысты, үкіметке, соттарға да қатысты, сол заңдар ішінде мысалға бұрын судьялар 25 жастан сол ата заңға сәйкес судья болуға мүмкіндігі бар еді. Яғни 25 жасқа толған. Кейінірек ол өзгеріп, 30 жасқа толған азаматтар судья болуға мүмкін болды. Осының барлығы да бірнеше мәрте 4-5 рет біз ата заңымызға сот саласының өзінен өзгерістер енді. Енді одан басқа айтып отырмын, сайлау бар, президентке арнайы тармағы бар, үкіметке, парламентке, олардың барлығы әрине біраз өзгерістер болды өкінішке қарай. Сондықтан да енді ақш-тың конституциясы 2 жылдан бері ма ешқандай өзгеріссіз келе жатыр. Жапонияда сондай дейді, Англияда сондай екен. Біз енді өкінішке қарай кейбір өзгерістер еніп жатыр. Сондықтан да біз енімай қалған шығармыз. Өзегімді өртке ораған қоғамда өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса, алталаш азаттығым қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданда. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой маған, саған, оғанда дейді. Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңінен бір екі шумақ келтірдім, Карима ханым. Тәуелсіздікке дейін қазақ халқы қандай еді? Және тәуелсіздіктен кейін ұлт ретінде бізде қандай өзгерістер пайда болды? Ақынсыз ғой елдің алдында жүрген. Рахмет. Баршаңызды, барша қазақ халқын тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтоймен құттықтаймын. Біз енді өнер адам ретінде сөз қозғағымыз дұрыс болатын шығар. Жалпы кеңес үкіметінің кезінде мен мектеп оқушысы едім, бала күнім болатын. Біз кейін есейіп, студент болып, кішкене өзіміз өнердің сахнасына келіп, біз есейген кездерде тәуелсіздік енді алынып жатты 90-91 жылдары жас кезімізде. Бірақ менің өнердегі 30 жыл, тәуелсіздікке 30 жыл десе, өнерде де жүргеніме 30 жыл болыпты. Соның 1 жыл, 2 жыл айырмашылығы ар кетсе. Сол тарапта менен сөз қосқасам, ар жағында советтік кеңесте мен бала болдым. Менің ағаларым, әпкелерімнің енді айтқан әңгімелерін, ата-аналарым айтқан. Сіздің шығармашылығыңыз құрдас екен ғой тәуелсіздік. Құрдас, шығармашылығым тәуелсіздікпен құрдас. Ата-аналарымыздың айтқандарын, кеңес кезіндегі әңгімелерін естіп өстік десек те. Жалпы біздің өнеріміз, мәдениетіміз шынында тәуелсіздік алғалы бері жақсы өркендеді, дамыды. Ал енді соның ішіндегі мынау айтыс өнеріміз өте қатты дамыды деп айта аламын. Бұрындары айтыс ақыны Жамбыл Жабаев атамыз мысалға Мәскеуде жырлады ғой, сонау 36 жылы барған екен. Содан кейін сол Мәскеуге қазақ ақындары, айтыс ақындары осы жырлап, төкпелетіп айтатын бармаған екен. Соны осы тәуелсіздік алған жылдарынан кейін 91-де алсақ, 2004 жылы Москваға 16 қазақты Жүрсін Ерманов алып барып айтыс өткізді. Ол да біздің тәуелсіздігіміздің бірден бір жемісі деп білемін. Сонда Аманжол Елтаев айтты, араға сол жаңағы кім Жамбыл Жәкемізден кейін неше жыл салып біз кеп тұрмыз деп. Бұл да бір тарихта кәдімгі таңба болып қалатын оқиға. Және тәуелсіздік алғаннан кейінгі біздің өнердің дамығаны, шетелдерге еркін шығу, өзіміздің облыс болсын, Қазақстанның атынан болсын, мен тек қана оңтүстік өңір емес, қазақ талас емес, бірнеше шетелдерде осы қазағымыздың, ұлтымыздың атынан айтыстың өнерін дәріптеуге бардым. Ол да егемендіктің арқасы, өзіміздің қолымыз аузымызға жеткендіктің жемісі деп білемін. Ал енді спорттан болсын, мәдениеттен болсын жетістікке көп жеттік. Мына алтын домбыра деген бір жаңа айтысқа не енді жаңағы ерекше бір жылда өтетін алтын домбыра айтысы өтіп жатыр. Ал енді биыл мінекей тәуелсіздіктің 30 жылдығының қарсаңында күні кеше ғана біздің түркістандық Бегар Шойбеков бауырымыз алтын домбыраны қанжығасына байлап келді. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш.
Енді бұрын соңды болмаған сондай ірі ауқымдағы айтыстар өте көп өтіп жатыр. Ал енді осыдан бір ай, бір жарым ай бұрын Шымкентте мысалға біз оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысы болдық. Шымкент қаласы 3-ші мегаполис болдық. Бұл да егемендік. Сөз еркіндігі берілді ма жалпы сахнаға? Сөз еркіндігі. Міне, соны айтқалы жатырмын ғой. Айтыс ақындарының қазір көркемдік шеберлігі өте артқан. Тіпті енді біздің алдыңғы буындарымыз Әселхан, Тәушен апалар айтып отыратын еді ғой. Біз кішкене қатты шындықты айтсақ, сәл сол жағынан бізді енді союздың кезі ғой, көке, өзіңіз біліп отырсыз. Сәл шындықты айтса, аяқтан шалып, немесе айтқызбауға тырысатын замандар болған екен сол кісілердің кезінде. Қазір ондайға тосқауыл жоқ, айтам деген еркін, барлығы жаңа демократиялық мемлекетпіз деген және де бар. Өзіміздің Айбек Қалиев, мінекей патшамызға дат айтамын деп бүкіл елдің алдында айтты. Ол айтқанда артық ештеңе айтқан жоқ, халықтың мұң-мұқтажын, жүрегінде жүрген ішкі халықтың айта алмай жүргенін халықтың тілімен ақын ретінде билікке жеткізді, көркемдеп, әдемілеп. Сондай жақсы бір мүмкіндіктер біздің тәуелсіздігіміздің алғалы бері болып жатқанын айтқым келіп отыр. Мегаполис Шымкент қаласының өзінде күміс домбыра деген керемет жастардың айтысы өтті. Қандай бір сондай өзіміздің мектеп оқушы жастарының айтқан сөздерін тыңдап біз таңғалып риза болдық. Міне сондықтан біз негізі барға тәубе деген халықпыз. Бір ақын айтушы айтқан еді, аштықты да көрген, тоқтықты да көрген, барды да жоқты да көргенбіз деп. Сондықтан дәл қазір 21-ші ғасырда шынында мынау тәуелсіздіктің құрдасы інім отыр, IT заман, космос заман дейміз. Белең алып кетті интернет жүйесі. Бұл бізге, ағаларымызға бұл әсер ете қоймаған шығар, әсіресе жастарды сондай қатты баурап алды. Жастарымыз сол әлеуметтік желі арқылы үйден шықпайтын, кітап оқымайтын, кітапханаға бармайтын бір жалқаулыққа сәл бейімдеу болып алды. Ол жағында жасырмауымыз керек. Оның жақсы тұсы да бар, сәл сондай кем тұстары да бар. Бала әрине кітап оқып, ізденіп, рухани бір жиындарға барып тұрса, оның парасаттылығы, ой өрісі дамиды ғой. Үйде жатып телефон шұқылап қалған жастарымыз көбейді. Десек те барлығына тәубе дейміз, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Тәуелсіздікке дейін кеңес үкіметі кезінде ақындар, айтыскер ақындардың саны тіппен жоқ болды десек те болады. Жоқ болған. Жоқтың қасы десек те Жоқтың қасы ғой болады. енді. Ал енді тәуелсіздік алғаннан кейін тыпырлап шығып жатқан ақындар бар ғой. Соларға тоқтала кетіңізші. Өте көп, жас буындарға. өте көп, дұрыс айтасыз. Сол апаларымыз айтатын еді ғой, мысалға жаңаға екі аудан айтысатын болса, Ордабас пен Арыс айтысатын болса, тапсырма береді екен, ауданнан қайдан тапсаң одан тап, ақын тауып кел деп. Сонда домбыра қағатын біреу болса болды, соған сөзді жазып беріп, осыны айтып шықсаң болды деп. Жоқтан бар жасайды. Жоқтан бар жасап, әйтеуір ана тапсырманы орындау керек қой басшылықта. Сөйтіп ақынды қолдан да жасаған, жоқтан бар жасаған, шынында да кейін бір лапылдап мынау жаңбырдан кейін қозғұйрық бірден жердің бетіне қаптап кеткен сияқты жас ақындарымыз көп шықты. Бірақ барлығын бірдей жүйріктеуге болмайды. Енді жаңағы бірі пәс, бірі орта, бірі жоғары әртүрлі деңгейде болады ғой. Бірақ тәубе дейміз, шынында жастарымыз өте жақсы өсіп келе жатыр. Өсіп келе жатыр. Тіпті осы соңғы кезде көбейіп кетті. Өзіміз шатасатын болдық аттарынан. Қай бала еді деп. Біз осы айтыстың қадірін қашырмаған жоқпыз ба? Енді мына бір шоуға айландырамыз деп, шынында да. Жоқ, шоу болып кетті ғой. Ай сайын айтыс, 15 күн сайын айтыс бұл қалай. Шоуға айландырамыз деп, Мәселен, халықтың көзқарасы солай неғылды, төмендеп. Жеңіл жағына қарай кетті. Иә, жеңілдеп кетті деген көзқарас пайда болды. көзқарасында. Сіз де көрерменнің бірісіз, дұрыс айтасыз. Қазіргі қанша қаптаған ақындар да маған Тәушен артып еді. Азғантай болса да. Маған мыңдаған ақындарың көп, бір Әселхан артып еді. Дұрыс айтасыз. Әрі әдем айтатын сөздері, қандай әдеби сөздер, ойлы сөздер. Қазір ұйқас, әлгі Қайрат Нұртастың әнінде, ана басқаның әндері сөздерін айтылып жатыр ғой, не болса, ұйқас қолаған. Бұл енді анау қазақтың әдемісі бар, шөп қалың өскен сайын ішінде арам көп болады дейді. Сол сияқты енді бұл үлкен өнер, бұл енді тек қана таланттылар іріктелетінді, сонша бір енді шөп құсатып үлкейту, меніңше бұл енді дұрыс емес сияқты. Шоу айландыру. Ол деген қадірлі нәрсе ғой, қасиетті нәрсе, соны қасиет сақтай білу керек. Оның ішіндегі дара, өзінің сияқты даралар шығып тұрса, халыққа қандай ұнамды болады. Иә, енді біздің қазақ елі барлық жақсы жағынан дами бермейді ғой. Арасында дәл осындай кем тұстар болады, ел болғасын, халық болғасын. Біз енді көбінесе өзгене, өзімізге үлгететін, еліктейтін халықпыз ғой, сөзінің шыны керек. Әні де, мәдениеті де, салт дәстүрді де сіңіріп алуға тырысып тұрамыз. Бірақ біздің ұлттық рухымыз, ұлттық мінезіміз, ұлттық намысымыз тек сөз жүзінде ғана айтылатын секілді күй кешеміз кейде.
Халықтың алдында жүрген әнші қыз сіз. Бибігүл ханым, сізге бір сауал қойғым келіп отыр. Халықтың алдында жүрген қазақтың қаймақтары бүгінгі келер ұрпаққа қаншалықты үлгі болып жүр? Яғни аға буыннан бастайық. Саламатсыздар ма? Қазақстанымыздың 30 жылдығы мерекесі құтты болсын. Енді бұрынғы әпкелеріміз, апаларымызға қарап өстік қой бәріміз, бірақ қазіргі жастар басқаша сияқты, меніңше ол кісілердің енді орындары өте бөлек. Кімді үлгі тұттыңыз өзіңіз? Мен Роза Рымбаева, Мақпал әпкеміз, Төлегенова Бибігүл апамызды тыңдап өскем, бірақ біздің қазіргі жастарымыз көбісі сол айтатын әндеріміздің көбісі махаббат жайлы сияқты, бірақ мен өз басым мысалы осы Шәмші Қалдаяқов атындағы филармония жұмыс жасап жүргеннен кейін көбінше осылай рухты, патриоттық әндерді орындаймын. Махаббат туралы әндерім аз дейсіз ғой. аз деп айтсам да болады. Мен осы замандасыма айтқым келеді да, сіз арқылы немесе мынау экран арқылы шынында қазір әншілерді мен құрметтеймін. Енді ән бар жерде нан бар дейді, ән көңілдің ажары дейді. Бірақ әннің сөздеріне тіпті мән бермей кетті ғой. Тіпті мән бермей кетті. Әннің сөздері сөз емес. Сондықтан мен өтінішменен ақын ретінде әнге сөз жазар кезде бір ақыннан өткізіп, көрсетіп, өздері жаза салады, әнді де сөзді де. Бір ұйқас жоқ. Бұрын есіңізде ма? Шәмші Қалдаяқовтың өзі өткенде бір жазбасында жазылды ғой. Мен сіздер керемет қылып айтып жүрген арыс жағасында мен бақыт құшағында әнін кезінде қазақ радиосына өткізе алмаған едім. Міне, Шәмшінің әнін өткізбейтіндей сондай дәрежеде бізде қатаң, яғни кәсіп жаңағы бір көркемдік кеңес бар еді. Үйім бар еді. Осы мәселе бойынша қанша жаздық, қанша айттық, барлық жерде де бірақ құлаққа ілетін адам жоқ. Қай заманда сол министрлік қолға алмаса болмайды осыны. Қай заманда болса да сөз жоқ қазір әндерде. Қай заманда болса үлкендер өзінен кейінгілер риза болмаған да. Қазір тіпті бетімен кетті да. Мысалға мықты деген әншілерді тыңдап отыршы, безіп кетесің өмірде. Onlar не айтып жатыр? Мас адам онда сөз айтпайды. Мысалға мен айтамын, тура ашық айтамын, жаздым да оны республикалық газетте. Жайнап кетер жүрегімнің бөлмесі деп біреу ән салады, Құданың құдіреті. Жүрек жайнай ма? Бөлме бола ма оның ішінде? Болмаса жұлдыздардан сәуле тауып сөйле, жүрегімді телефонға жалғай дейді. Бұл не айтып жатыр ол өзі? Сондайлар енді жеңіл, өте жеңіл болып кетті. Жеңіл емес, ұйқас қуалаған. Бір орын бер дей ма? Бір орын бер. Бұрындары біз қазақ өзінің әнін өзі орындайтын, өзінің жырын өзі жырлайтын. Енді біз тәуелсіздік алғалы бері қайта бізде плагиат әндер көбейіп кеткен сияқты. Осыған не айтасыз? Шетелдің әнін аламыз да, қазақтың сөзін қоямыз да, жібере береміз. Көбісі солай шығып жатыр ғой, қазір жаңа әпкеміздің айтқан сөзіне қосыламын. 3-4 әнші сол шетелдің, Кореяның, Түркияның дейміз ба, несін жіберіп, маған сөз жазып беріңіз деп жіберді міне өзіме. Енді араласып жүрген достарым болғаннан кейін реттестіріп жазып бердім. Енді сіз Фариза сияқты, сіз сияқты жақын араласады. Ана әннің екі қатарын алды, мына әннің екі қатарын алды. Бірдеңе түсініксіз, кәдімгі қазақтың қара өлеңіне түсетін әдемі ән жоқ па деймін ғой. Сол Кореяның әнін алып келеді, Түркияның әнін алып келеді. Осыған сөз жазып. Оның сыры неде? Не үшін біз шетелдің әндеріне құмармыз? Меніңше жастар жұмыс жасағысы келмейді. Еріншек. Оңай жолмен осылай. Фариза, әннің қасиетін қашырды. Қасиетін қашырғаны былай, қазір кім сахнаға шығатын болса селкілдейтін болды, Құданың құдіреті. Бозторғайды селкілдеп айтып тұр. Масқара ғой. Бозторғай деген ол зарлы ән ғой. Сол сияқты халық әндерінің бәрін селкілдеп тұрып айтады. Сондай ол дегенің шын жүректен, қайғыдан, үлкен уайымнан шыққан әндер ғой. Бұл мұңайып тұрып орындалатын нәрсе. Бұлар қазір тарс тұрыс еткіп, жаңағы өздеріне екіндеп алған. Мен бұрсам кейде керек пе, онда әндерді өздерін шығарып алыңдар. Нелерін бар ма? Яғни біз шетелдің әніне не үшін қызығады? Әлгінде сіздің айтқаныңыздай ізденбейді жалқаулықтан, Ал енді біздің тәуелсіз елдің әні қандай болу керек деп ойлайсыз? Біздің тәуелсіздігіміздің әндері жаңағы ағамыз айтқандай сөзі мәнді, мағыналы, патриотты, рухты көтеретін. Мейлі махаббат туралы болсын, басқа болсын, табиғат болсын, мағыналы болсын. Мен мәдениет комитетінде 2002 жыл қызмет істедім, аз уақыт. Бекболат Тілеухан комитеттің төрағасы еді, мен ұйымдастыру бөлімінде бас мамандығымын. Содан кейін конститут күні жақындап қалды, соған байланысты үлкен концерт ұйымдастыруға тура келді. Маған айтты, ел, жер, отан туралы ән айтатын әншілерді шақырыңыз деді. Сөйтіп шақыра бастадым. Енді ол кезде Астанада отыратынбыз.
сөйтіп хабарласам, сөйтіп бір 10 шақты қыз жігіттер таптық. Келгеннен кейін солардың әндерін тыңдап көрді. Сөйтіп Бекболат көңілі толмады. Бұл әндердің барлығы да шындығында да өзі бір әндер бар ғой, жұртты баурап, сахнаны толтырып тұрады. Адамға рух береді. Сөйтсек, барлық әннің деңгейін біліп алдым сонда. Содан кейін Бекболат Тілеухан айтты, бұл болмайды деді. Алдыман министрліктен келіп тексереді екен, мәдениет, ақпарат министрлігі тұғын өкіл. Одан кейін үкіметтің адамы келеді екен, кейін президент әкімшілігіне Ақордадан келеді екен, президент әкімшілігіне. Сөйтіп қабылдап алады, ол концертке президент қатысады. Мен енді сол күні жалпы академияға мемлекеттік қызмет академиясына оқуға түскенмін. Енді соңғы күнімді атқарып жатырмын. Мен қайтуым керек, үйге келіп жиналуым керек, сөйтіп дайындалуым керек. Маған айтты, егер осы концерттен 5 алсақ, мен сізді бүгін жіберемін деді, пойызбен қайта бересіз деді. Ал деді, 4 таппасақ, онда деді қайтпайсыз деді. Қалай 5 аламыз? Егер де деді, елбасы орнынан тұрып шапалақ ұрып кетсе, жұрттың бәрі дүр ете қалса, сонда деді, ол 5 аламыз деді. Сома не керек? Кейін есіме кім түсті? Ескілер Қасан келіп. Ол кісіні шақырып ем, кішкене ауырыңқырап жүрген, бірақ келді. Ол кісі келгеннен кейін дайындалып, атамекенді айтатын болды. Кейін Бекболат Тілеухан барлық дайындықтарды көріп, бірінші менің елім әнмен өз бастайтын болды. Сөйтіп оған дайындалды. Сөйтіп жан-жақты дайындықпен менің елмен бастады. Кейін атамекенмен аяқтады Ескендір Қасанғалиев. Сонда қарап отырмын ғой, жаңа үкіметтің бәрі отыр, президенттен бастап, парламенттің депутаттары отыр. Сонда мен енді бақылап тұрмын. Мен ұйымдастырушым ғой. Абылай ханды алдырдық, таяғын алдырдық, сөзін жаздырдық, барлығын дайындадық. Бірақ енді ол кішкене қойылым болды. Соңында жаңағы басын айтқан кезде сол елеңдеп отырды, Бекболат Тілеухан айтқан кезде елбасы. Кейін ең соңында атамекен айтқан кезде орнынан тұрып кетті ғой. Өзі тұрып, өзі шапалақ тұрып, жұрттың бәрі әннің құдіреті. Сонда бүкіл сахна толды ғой. Әуенге толды. Жұрттың рухы өсті, көңілдер көтерілді. Мен қолым бір сілтедім де, содан кейін пойызға қарай жүгірдім, өйткені пойыздың уақыты болып қалған. Осындай, сонда байқағаным ғой, әннің рухы. Өйткені оның сөзі қандай. Сөзін Қадыр Мырза жазған, әнін білесіздер. Сондықтан да осының барлығы Ескендірдің бір өте бір есті әні деп бүкіл елге әлі де ұран болып жүр ғой. Менің Қазақстаннан кейін елге ұран болып жүр. Ол да әнұран ғой. Сіз тәуелсіздіктің төл құрдасысыз, қазақтың болашағы сіздерге байланысты деп айтамыз. Ендеше тәуелсіздіктің баянды болу үшін бүгінгі ұрпақ қандай болу керек? Осылардың қолында тәуелсіздік. Мен ойымша жастарымыз іздену керек. Себебі қазір кезде осы, мен былай байқап жатырмын, әсіресе осы университеттерге барып, әртүрлі тренингтер өткіземіз, кездесулер өткіземіз, сол кезде әлде жастар барлығы емес енді, бірақ көпшілігінде әлі ой жоқ. Дипломды алам, аталарына барып диплом берем, болды. Кейін көре жатамыз дейді. Көзім алдында бір жас болды, бір жас бала, студент. Ойында не, мақсаты не деп сұраған кезде, қазір дипломды алсам болды дейді. Ары қарай не десем, кейін көрейін дейді. Мақсат жоқ. Яғни? Мен ойымша сол жастарда ең осы мектеп кезінен бастап, сол мақсатқа сабақ болуы мүмкін, сабақтар арқылы ма, немесе осы кездесулер арқылы ма, осы сіздер сияқты кісілерді шақырып, сол болашаққа баулу керек. Болашақ баулу керек. Сол мақсат болса, кішкентай жастарынан сол кезде уже студент болады ма, кейін жұмысқа орналасса уже мақсаттарда андай как әдеби жағынан да жақсы болады, культура дейміз, сол культурасы да болады, идеологиясы да дамиды. Мінекей осы нәрсе менің ойымша қазіргі кезде жетпей жатыр осы. Ал жоғарғы оқу орындағы талаптарды күшейту қажет деп ойламайсыз ба? Менің ойымша жоғарғы оқу орындары қандай мамандыққа байланысты. Ол да бір өте маңызды нәрсе. Жоғарғы оқу орнына бір, мысалы IT алатын болсақ, IT-ның кейбір оқу орындарда, біз енді айтпай қой қандай, ол жердегі беріп жатқан білімі, тілдері 2009-2010 жылдар қолданатын тілдер еді. Қазір басқа тілдермен қолданылған. Ал жаңа тілді алып келсек, ол жерде уже біздің үлкен мұғалімдеріміз қабылдамайды оны. Түсінбей қалады. Осындай бір кішкене кедергілер болып жатыр. Сондықтан жаңағы техник жастарды оқыту керек, көбірек. Қазір ештеңе инженер болғысы келмейді, құданың құдіреті. Сіз қалай ойлайсыз, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болу үшін, тәуелсіздік біздің қазақ елі әрмен қарап даму үшін қандай мамандықтарды өсіру қажет? Менің ойымша IT міндетті түрде, IT-дан ол болашағы. Олсыз өмір жоқ енді. Енді уже IT ол біздің өмірімізге кірді. Осы IT мамандығы, одан бөлек медицина.
медицина мамандығын дамыту керек деп ойлаймын. Одан бөлек техника ғой. Робототехника. Робототехника. Мінекей. Технократ болу керек қой енді адамдар. Жалпы Технократтар. осы мамандықтардың барлығын текпе-тек қылып жинап пирамидаға қойғанда ең үстіне ұстаз, одан кейін дәрігер, осы сияқты мамандықтар жатқан ғой. Сондықтан екі мамандық ешқашан да өлмейді. Менің айтайын дегенім, сол тәуелсіздік алғаннан кейін елдің барлығы мен елге не беремін деп қызмет етуі тиіс еді. Өкінішке қарай көбісі сол байлықты ойлап, кәсіпкерлікті ойлап, өзінің қара басының қамымен кетіп қалды. Мен бірінші мамандығым қазақ химия технологиясын бітіргем, инженер-химик технолог. Сөйтіп мен алдында Ресейде, Өзбекстанда қызмет етіп келдім. Содан кейін мынау отработка дейді ғой, оның барлығын өтіп болғаннан кейін электропод зауытына келіп цех бастығы болдым. Сонда жүрген кезде қарасам, 6 қазақ бар. Үлкен зауыт, 1000-ға жуық адам істейді. Содан не керек, мен қазақ тілі қоғам құрып, өзім 60 қазақ жұмысқа қабылдадым. Сөйтіп 66 қазақ болдық. Кейін тағы да татарлар, өзбектер осы қазаққа, яғни біздің түркі тілдес халықтардың барлығын біріктіріп 300 адамнан қазақ тілі қоғам құрып, сол жер төрағасы болып, сол мына қалаға, ауданға қызмет еттім, қалаға қызмет еттім, көмектестім. Ең алғаш кезде біз осы шын айту керек, Куйбышев алаңы. Одан кейін барып, соны өзгерту тура келді, ұсыныс бердік. Соны Ордабасы алаң етейік. Ал енді одан тарайтын 3 көшені, шығысқа кететін көшені Төле би, орталыққа кететін көшені Қазыбек би, басқа кететін көшені Әйтеке би деп атайық деген ұсыныс бердік. Ол кезде Қуаныш Төлеметұлы осы қалада атқару комитетінің төрағасы және халық депутаттар кеңесі екеуінің қызметін қатар атқаратын. Сол кісі қолдап, өзім сол жинасқа қатыстым. Біз енді қазақ тілі қоғамының атынан қатыстық. 1991 жылы 23 қараша күні сол 3 сағатқа 4 сағаттай созылды, талқылау ұзағынан болды. Енді әрине ол кезде 100 депутат барды Шымкент қаласында. 100 депутаттың 20-сы қазақ екен, 80 өзге ұлттың өкілдері. Көбі қарсы. Иә, қарсылық болды, бірақ Төлеметов дәлелдеп берді. Неге деді, осы Шымкентті деп атау жөнінде осы мәселе көтерілді. Оған да жаңағы Төлеметов айтты, онда біз деді Москва емес Мәскеу дейік, Оренбург емес Орынбор дейік, Омск емес Омбы дейік. Бәрі қазақтың атауы бар ғой, қазақтың берген аттары ғой. Соған байланысты онда сондықтан Шымкент емес Шымкент. Орыстар айтады, онда дейді орыс тілінің орфографиясы, ережесі бұзылады дейді. Біздегі дейді, деген әріп жоқ дейді шыдан кейін дейді. Бірақ дегенмен ол кісі кішкене амал айласын тапты. Бұл деді, біз шешетін мәселе емес, облысқа барады деді. Облыста Терещенко отырған еді, Сергей Терещенко. Одан кейін Алматыға барады деді. Алматыдағы депутаттар, ол кезде де өзге ұлттың өкілдері басым болғанда олар соған сенді. Сөйтіп осы жерден қол көтеріп өткіздік. Бірақ облыстан да, республикадан да қолдау тауып, Қазақстан халқы сол халық кеңесі дейді ол кезде. Кеңестің төралқасының қаулысымен 1992 жылы қыркүйектің 8 күні сол Шымкент атауы Шымкент болып нақтыланды. Мен осының бәріне мен үлес қосқанмын. Сонымен қатар сол кездерде біз ақшалған жоқпыз. Осы қазақ тілі қоғамы ешкім ақшалған жоқ. Кейбір ғана облыста, қалада отырғандар ғана. Онда да егер оларға бір демеушілер болса, оларда ғимарат жоқ. Берген жоқ, білем ғой. Оларға ғимарат жоқ, штат жоқ, жағдай жоқ. Соған қарамастан барлығы ол кезде елдің, халықтың осы тілге деген, ұлтқа деген, отанға деген сезімі де ерекше болды. Және антықылас қазақ тілін көркейтейік деген. Шындығында да қазір жастар қалтаны енді дұрыс бай болған жақсы, кәсіпкер болған жақсы, бірақ елдің мүддесі бірінші орында тұру керек. Бұрын кеңестік кезінде енді біз бәріне топырақ шашуға болмайды. Кеңестік заманда мемлекеттік мүдде бірінші орында тұратын. Қабылдың мен тіл үшін өте күрескенін жақсы білемін. Сол кезде үлкен патриоттар шықты. Қазір мына антимамандығынан сұрайыншы. Балдар қазақша таза сөйлей ма? Балдарым не? Мен теріп шықтым әтеге. 300-ге жуық орысша сөзді қазақтар тұрақты түрде айтады екен. Әлеуметтік желіде жарияладыңыз? Жарияладым. Қызу пікір таласы болды. 300-дей. Тұрақты түрде айтады, автомат түрде айтып кетеміз. Оның да бір негіз бар шығар, сіз жауап беретін шығарсыз. Бірақ дегенмен де IT саласындағы көп термин сөздер шетелдің аударма сөздері болғандықтан орысша жүреді, солай ма? Ағылшынша жүреді. Бұл кішкене ертерек айтатын болсам, бұл антиге қатысты айтып өте маңызды сұрақтардың бірі, мысалы қазақ тілінде сөйлейсің ба деген сұрақтар қояды. Мен өзім осы Шымкент қаласында тумасымын. Шымкент қаласында туылып өстім, бірақ
мектебім бірінші мектепте, ол орыс мектебі, өзіңіз білесіздер. Білем. Ол енді сіздер аралас мектеп болды, аралас мектеп. қазір аралас мектеп. Соны аралас кезінде орыс мектебі еді. Сол орыс мектебін бітірдім, кейін орыс группасына түстім университеттің. Әрине енді қасымда жүрген достарымда да барлығы орысша сөйлейді. Бірақ осы бірінші білімім осы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне түскен бірінші өзіміздің. Сол жерде белсенді студент болып келдім. Сол белсенді студент болып жасақтан жасақанық болды, соның ішіне кіріп, сол жерден бастап қазақ тілінен өттім мен. Мінекей көресіздер ме? Қанша уақыт өтті? Мектеп кезінде, кейін өзге құрдастарың ондай емес, орыс тілімен кетіп қалды ғой. Мәке, сөзіңізді тірілтейін. Осы Шымкент қаласында мен одан кейін Абай ауданында істедім де, кейін қалаға тіл басқармасының бастығы болдым. Сөйтіп талдау жасадым. Талдау жасасам, Шымкентте сол кезде 3 қазақ мектебі бар екен. Бар болған. 69 мектептің ішінде. Кейін 3 мектеп ашылды, 65. Алтынсарин атындағы ол қазақ мектебі, оған да күш салдық. 44. Одан кейін жоқ, ол 44 бұрыннан бар тұғын. 64 Жүсіпбек Аймауыт атындағы, одан кейін Қазығұрттағы 56. Осы 3 мектепте түгелдей қазақ мектебі болуға күш салдық. Кейін мен 9 мектеп, 8 мектептерге қазақ аталар маған келді. Сөйтті айтты, мына 9 мектепке беріп жатырмыз балдарымызды. Сол жерде оқушылар, балаларымыз қазақ тілінде оқысын деді. Бірақ мектептің директоры, сол білім басқармасының бастығы Марат Бәкеңмен келісіп қойыпты. Сөйтіп ол жерде ашпайтын болған. Кейін бірақ мен ашқыздым. Кейін 1-2 жылдан кейін қайтадан жауып, олар 7 мектепке жібермекші екен. Сол кезде жаңағы кім Марат айтты, енді осыған келісе салайық. Қала әкімінің орынбасарымен келісіп қойыпты. Жаңағы ата-аналар да, мектеп директоры да. Кейін кіріп қала әкімінің орынбасары Құралай Бигелдиева. Құралай ханым дедім, егер де сіз осы мектепке дедім, онда дедім қазақ сыныптарын жаптырсаңыз дедім, онда мен дедім қызметімен қоштасам дедім. Мен тіл басқармасы болып несіне отырамын бастығы болып. Мен тілді қорғай алмасам, содан кейін әкімге кіремін дедім. Жоқ, олар райынан қайтты. Марат Бейсеев тілегімді қабыл алды. Сөйтіп, мінекей Жолдасбек атындағы мектепте қазір аралас. Орыс мектебі болып кетуге сәл-ақ қалды. Одан кейін 6 мектептен қалай көбейтеміз? Мен мақала жаздым. Қазақ баласы қазақша оқыса деген. Егемен Қазақстан газетіне шықты. Одан кейін облыс әкімінде бір жиналыс өткіздік. Сол жерде осы мәселені қойдық. Тіпті анау кейбір бізде ол кезде техникум дейтін колледждер енді болған кез, техникумда Түлкібаста бірде-бір қазақ тобы жоқ екен. Түлкібаста Қазақи ауданда енді орыстар көп қой. Содан кейін ол кісіні сынға алдық. Ол кезде қаражаттың аздығынан бір топқа қаржы бөлінеді екен. Соның орыс тобын аса деген. Келесі жыл 2 топ берді. Көрдіңіз бе қазақ тілінің рухы, қазақ тілінің киесі бар дейді. Есі бар дейді. Сол кісінің арқасында 2 топ ашып, тағы бір ақиқат бар. Ол аралас мектебі деген ол орыс мектебі деген сөз. Балдар ана жерге класстың ішінде кіреді де қазақ сөйлейді да, үзіліске шыққан екен орысша сөйлейді. Көзім көріп жүр. Қазақ тілінен басқа математика бар, физика бар. Мінекей сол мектепте оқып жүріп көптеген білімді алдым мен. Сол білім қазір кезде мен осы дәрежеге жеткізген. Қазақ мектебінде жоқ па бұл? Қазақ мектебінде. Ол кезде шын айтайын сізге, ол кездегі қазақ тілінің кітаптары мысалы өте аз еді. Мемлекетті тұқыртатын да артқа сүйрейтін де дүниелер көп қой біздің тәуелсіз елінде. Бірінші тіл деп айтамыз, одан кейін қазір мысалы жемқорлық деп айтып жатырмыз. Сіз тағы да осыған не қосасыз? Біздің мемлекетімізді артқа тартушы не нәрселер? Артқа тартушы жалқаулық, менің ойымша. Ол жалқаулық не үшін пайда болады? Бұған айтып кеткендей өте көп, әсіресе интернет келіп жатыр, уақыт деген зымырап жатыр. Біздер уже бұрындай былай газет оқымайды көптеген жастар. Үлкен кісілерді көбісі оқымайды уже газет, кітап. Мінекей осы нәрсе барлық жалқаулыққа алып келеді. Ал жалқаулық менің ойымша ол үлкен бір дерттің бірі. Бүгінгі заман білімдінің заманы дейміз, біздің елімізде кәсіпті қанаттандыруға көптеген мүмкіндіктер болып жатыр. Тәуелсіз елде сіз өзіңіз сол мүмкіндікті пайдаланып қандай дәрежеге жеттіңіз? Шынында да қазір кезде осы мемлекет тарапынан өте көптеген қолдаулар болып жатыр. Мен өзім бизнес жол картасы 20-25 дейтін, және біздің кезімізде 20-20 дейтін бағдарлама болған. Яғни осы жастарға арналған 3 миллиондық грант бөлінген. Жоба ұсынасыңдар. Біз сол жобаны ұсынып, сол грантты ұтып алғанбыз. Ондайлар бар? Сондай кәсіп, сол кәсіп қазір кезде бізде өсіп кетті. Осылай өсіп жатыр. Мінекей осындай ол бір көмегі. Одан бөлек өте көп бағдарламалар бар. Бағана айтқан тренинг дейміз, ол тренинг болса да, мен ойымша тренинг ол миды жаттықтыру былай айтқанда. Мысалы сол жас әшейін қарапайым тек қана диплом үшін оқып жүрген жас сол тренингке барып өте көп ойлары өзгеріп жатыр.
өздерінің кәсібін бастап жатыр. Одан бөлек мынау жұмыс орнынан бастап мақсат пайда болып жатыр. Менің ойымша осы тренингтерінде бір үлкен көмектер бар, пайдасы Ал енді ата заңымызда біздің қабылданған сирек ғасырдың ішінде қаншама реформа жасалды, иә? Бұл жұмысқа кімдер атсалысты? Және де қоғам тарапынан туындаған әлеуметтік экономикалық саяси сипаттағы талап тілектерге ата заң қаншалықты толыққанды жауап бере алды? Ең алғашқы кездің өзінде осы тәуелсіздік алатын кезде біз енді ең соңында алдық қой. Иә. Сол кезде бұл еліміздің тәуелсіздік туралы заң, конституциялық заң талқыға салынған болатын. Сол кездің өзінде әртүрлі пікірлер айтылды. Бірақ Сұлтан Сартаев, білесіз, академик, сондай ғалым, заң ғылымдарының докторы, сол кісі сартылдап отырып, барлығын дәлелдеп, біздің унитарлы мемлекет екенімізді көрсетті. Біз унитарлы мемлекетпіз. Біз Ресей сияқты федерация емеспіз. Ол жерде 20 автономиялы республикалар бар. Олар қаншама, енді білесіздер ғой, Адыгейден бастап Татарстаны бар, Шешен-Ингушетия дейді, Коми дейді, солар толып жатқан. Біз унитарлы мемлекетпіз. Яғни біз ата жерімізде, өз елімізде өмір сүрген түпкілікті халықпыз, жергілікті халықпыз. Иә, сондықтан да осының барлығын дәлелдеу оңай болмады. Содан кейін барып толық қолдады деп айта алмаймын. Мен тура сол кезде өндірісте жұмыс істейтінмін. Әйтеуір сол күні енді сәл жұмыстан ертерек келіп қалып, күніге жұмыстан кейін қазақ тілі қоғамында сол кезде бетбұрыс деген болатын. Сол кезде азат қозғалысы болатын. Мен бәріне қатысатынмын. Сөйтіп біз осы елдің егемендігі туралы декларацияны жариялауға да қатысқанмын. Сөйтіп келіп телеарнаны қосып қарап отырсам, енді сол жерде талқылау болып жатыр. Бүкіл ел шулап, бір уақытта сәл кешке қарай сол заңды қабылдады ғой. Қабылдаған кезде бүкіл тола бойым шымыр ете қалды. Арқа басым жыбырлап, бір өзім өзіме сыймай, қуанышым қойныма сыймай, сондай бір сезімде, мына тәуелсіздіктегі тәтті сезім ғой, тәтті ұғым. Бүкіл дене бойым шымырлап, енді еліміз еркіндік алды, азаттыққа қолымыз жетті, ата-бабаларымыздың арманы орындалды. Енді не істесем екен дегендей, сондай бір рухым асып тасып, көңілімде бір көтерілді дейсіз ғой. Иә, ерекше бір сезімде болды. Ал енді дегенмен енді алғашқы кезде қиындау жүрді. Өкінішке қарай біз өндірісті өлтіріп алдық. Енді дамытудың бір-ақ жолы бар. Біз өндірісті өркендетуіміз керек. Мысалға, осы не бір үлкен кәсіпорындар болды. Білетін фосфор, қорғасын, пресс-автомат, мен істеген электроаппарат, шинный завод. Шинный завод негізінде институт оқыған кезде соған мен бір ғылыми жұмыспен айналысқанмын. Ол шина мысалға 60 мың жүрсе, соны 100 мыңға жеткізіп, 200 мыңға жеткіземіз деп, бірақ кейіннен мен басқа салаға ауысып кеттім классым басаға. Сондағы сол шинный завод болашақта 17 мың адам жұмыспен қамтитын болған. Мына балалардың велосипедінен бастап, үлкен КАМАЗ, КРАЗ дейсіз ба, соның барлығына да, әскери машиналарға да, бүкіл техникаларға, тракторларға да шина дайындайтын болған. Қазір шинаны біз сатып алып отырмыз. Сөзіңіз аузыңызда дәл тәуелсіздік алғалы бері кәсіпкерлердің де жұмысы дөңгелеп жатыр. Сөзіңіз шыны керек, көптеген кәсіпорындар ашылып, қазір жұмыс істеп жатыр ғой. Бірақ сізге тағы бір сауал қояйын. Қазіргі таңда әлгінде айтып отырсыз, судьялар 25 жастан еді, қазір 30 жастан бастап тағайындалып жатыр, иә? Дәл қазіргі таңда соңғы уақытта судьяларға көптеген сын пікірлер айтылып жатыр. Бүгінгі сот біздің ата заңымызға қаншалықты адал? Сот шын мәнінде өте бір қазіргі соңғы өзгерістер бойынша жалпы жоғары деңгейде дамып келе жатыр. Ең алдымен бірінші бізде осы Жақып Қажыманұлы Асанов қызметке келгеннен 18 жылы 7 түйін бағдарламасын жасады. Мен қазір сіздерге соларға тоқталып өтейін. 7 түйіннің бірінші түйін мінсіз судья. Сіз айтқандай судьяларымыз біріншіден білікті болу керек, білімді болу керек, әділ, адал болу керек. Сол үшін оларға қазір талап өте күшті. 17 жылға дейін бір орынға 4-5 адам түссе, соның біреу судья болатын. Қазір 19-20 адамның біреу судья болады. 100 адам түссе, содан 5 ғана адам өтеді. Бұл енді талаптың күшейгенде, бұл бір. Екіншіден, үлгілі сот деген бағдарлама бар. Ол бойынша сотқа келген кезде қазір біз фронт кеңсе аштық. Сол жерде барлық жағдайлар жасап, түсінбегендерді түсіндіреді. Сөйтіп, жалпы келгеннен бастап қабылдау да, түсіндіру да жоғары деңгейге жетеді. Үшінші, әділ процесс дейді. 4-ші түйін, сапалы нәтиже дейді. Сапалы нәтиже деген шешім шығара ма? Шығарған кейін бұрын түсіндірмейтін. Сот біткеннен кейін, сот процесі арғы бөлімге өтіп кетіп қалатын. Қазір ондай емес, отырғызады, процеске қатысқан, екі тарапқа түсіндіреді. Мінекей, не үшін мен мұндай шешім қабылдадым? Қандай негізде? Соны бәрін түсіндіріп береді. Соны сұрайды,
түсіндіңіздер ма деп, түсінбесе қайталап түсіндіреді. Егер олар түсінбесе, одан кейін бізде жаңағы бақ өкілдері қатысады, соларға барып сол жерде баспасөз мәслихатын өткіземіз, брифинг. Ол жерде тағы да түсіндіреді. Өйткені заңды бәрі біле бермейді ғой. Осы сапалы нәтижелердің осы 3, 4, 5 смарт сот. Сіз жақсы білесіз. Қазір біздің осы кешегі төтенше жағдай жариялады. Біздің президентіміз Россия, Өзбекстан, Европамыздың барлығында сот тоқтады, сот процесі. Ал сот тоқтаса, енді жұрттың жаңағы өзінің мәселесі шешілмей қалады. Ал бізде тоқтаған жоқ. Не үшін? Өйткені біз өзіміздің жаңағы сервистер арқылы, осы мүмкіндіктеріміз арқылы, Zoom дейді, Skype дейді, осының бәрін қосып, сондықтан да сөйтіп онлайн соттарда өтіп онлайн соттар жұмыс жалғастырды. Бұл 5-ші. 6-ші коммуникациялық стратегия. Ең ашық, кім олай десе солай десін, сот екенін қазір журналистер бәрі мойындайды. Біздің процеске кез келген адам кіріп қатыса алады, әсіресе журналистер. 7-ші татуласу дейді, сотқа дейін және сотта. Шындығын айту керек, осы Шымкентте ажырасу бұдан да көп болатын еді. Соның алдын алып, соттар түсіндіру арқылы судья медиатор дейді. Сөйтіп оларды татуластырып, біз ажырасуды азайтып отырмыз. Былай айтқанда, бұрынғы алқа билердің, ауыл билердің, төбе билерінің қызметін атқарып жатыр ғой қазіргі таңда. Қабыл аға жаңа айтып кетті ғой, біз ең соңында жарияладық өзіміздің тәуелсіздігімізді деп. Осыған да көптеген сындар айтылады. Сіз не дейсіз? Ресейден кейін. Иә. Расында қарап отырдық қой. Бұл жерде менің ойым мынандай. Енді мен саясаткерлерді көп тыңдаймын. Енді біздің жағдай өте қиын болды. Мен жаңа бекер айтқан жоқпын. Осы желтоқсанға жақындаған кезде 16-сына дейін талқылау болды ғой. Соның өзінде қарсы шыққандар көп болды. Сондықтан да әліптің артын баққан рас. Беларусияда да өмірсі. Олар бізден ерте алып кетті. Оны бетіп жақа оратып, андай еді, мындай еді деп айту ол ішті сылтау ғана. Қарап отырды, қайтар екен деп, Назарбаев соңғыла саясаткер ғой, қалай болар екен деп. Ақыр бәріне көз жеткен екен, болды алдық егемендікті. Сол орыстар қарсы, ол орыстар әлі қарсы шығады. Әліптің артын бақты дейсіз ғой. Мен айтар едім, мына біздің жастар әулие екен. Тура 16-90-да олар осы мәселені көтерді, алаңға шықты, солардың арманы орындалды. 5 жылдан кейін тура сол біздің жастардың желтоқсанда алаңға шыққан күні тәуелсіздік күні болып жарияланды. Мен бұл жөнінде шығарған өлеңім де бар. Осы кезінде. Сондықтан да енді өлеңді сот мүшелерінен емес, біз ақындардан сұрайық. Бұл жолы шынында да қызу бір пікірталас болған сияқты бұл жерде. Біздің қазақтың даналығы да шығар, ең соңынан жарияланса да, дәл бүгінгі таңда әліптің артын бақса да, осы бір байыптылыққа, сабырлығы бар екенін қазақтың бойында көрсеткен шығармыз. Бірақ дегенмен де Алланың берген осындай тәуелсіздігін, осындай ақтық күнін дәріптеп жүрген біздің ақындарымыз бар бүгінгі таңда. Сол ақындардың атынан Кәрім әпке өзіңізді шақырып отырмыз. Дегенмен де сізден біздің тәуелсіздікке арналған азды кемді жүрек жарды шумағыңызды тыңдайық. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Енді бір шумақ өлең шумағымен ойымды жеткізейін. Ізіміз қалып тарихта, жүзіміз нұрлы жайнасын. Егеменді еңселел мәңгілік тойын тойласын. Болашағымыз тек жастар жігермен намыс қайрасын. Ел басқарылған ағалар тигізсін елге пайдасын. Ақ жаулықты аналар ұл-қыздың көріп қызығын, немерелері де күнертең көз алдында ойнасын. Әр қазақтың отбасын Алланың нұры жайыласын. Тек тыныштық заман боп, ұрпақтарымыз аман боп, тәуелсіз Қазақстанның басынан бағы таймасын. Хабарымыздың соңын Күләш Ахметованың өлеңімен тәмамдайық. Бұл далама, ұлтыма, ұрпағыма, шын мәнінде келгей деп шын азаттық, ұлы үлестен ұлы күш ұрпағыма, ұлы еншісін алатын ақыл бергей. Мейлі бізге қиын жол, қисын азап, тербеген де табиғат күйші ғажап. Адамзаттың баратын дәуіріне аман есен барсы екен исі қазақ. Тәуелсіздігіміздің тұғыры бекем, туымыз биік болғай. Өз басынан биік көріп, алғаш ойлап ел тағдырын, елдің сүйген сүйікті ұлы елбасы. Дерт бермесін жаныңызға, жаралғансың бағымызға, еңбегіне халық риза елбасы. Бір күн тағат таппай жаның, елдің биік көк байрағын,
көтердің ел бірлігімен елбасы. Сізге ұзақ ғұмыр тілеп, шүкір дейді жұмыр жүрек. Шүкір деймін бұл күніме елбасы. Саған жаным болсын құрбан, қыран құстай биік ұшқан. Рухы асқақ ұлдың елі, жасай берсін Қазақстан. Саған жаным болсын құрбан, қыран құстай биік ұшқан. Рухы асқақ ұлдың елі, жасай берсін Қазақстан. Бірлігі асқан аймағы бар, қорған сауық сайраны бар. Өзіңнен асатын ел жоқ, аспан тістес байрағы бар. Пейілі кең даласындай, барлық ұлттың анасындай. Жер бетінде қазақ деген тәуелсіз ел бар осындай. Саған жаным болсын құрбан, қыран құстай биік ұшқан. Рухы асқақ ұлдың елі, жасай берсін Қазақстан. Саған жаным болсын құрбан, қыран құстай биік ұшқан. Рухы асқақ ұлдың елі, жасай берсін Қазақстан. Саған жаным болсын құрбан, қыран құстай биік ұшқан. Рухы асқақ ұлдың елі, жасай берсін Қазақстан. Саған жаным болсын құрбан, қыран құстай биік ұшқан. Рухы асқақ ұлдың елі, жасай берсін Қазақстан.